бәрі қайдағы бір желпуіш үшін болды ма? Жай ғана желпуіш емес, ажалсыздық желпуіші үшін. Драго желпуішке бұғауланған жел Әзәзілінің күшін иемденгісі келеді. Бірақ аға, біз осы уақытқа дейін 7 Әзәзілді жеңдік қой. Құлағыңды тазала. Ағаң күштің желпуішке бұғауланғанын айтты ғой. Тору зерттеу нәтижелері туралы айтып берші, қане тездет. 1000 жыл бұрын әлде бір ажалсыз жауынгер сиқырлы желпуіштің көмегімен жел Әзәзілі Ксео Фонгтың көзін құртқан. Алайда Әзәзіл күшінің қалған қалдықтары талай ғасыр бойы сол желпуіште сақталып келген. Сақталған. Олар ағамыздың кеше анықтаған жұлдыздарының орналасуына сәйкес қайтадан іске қосылды ма, солай ма? Драго жел Әзәзілінің құдіретін иемдену арқылы күш қайратын арттыру үшін түрмеден қашып шыққан ба? Ажалсыздық желпуішінің көмегімен неге сен әлгі Әзәзілдің ол желпуішті ұрлап кетуіне жол бердің, а? Бүгін ісім бір өнбей-ақ қойды ғой. Мына қоқыс алаңының ортасы біздің сүйікті үйіміз бе? Еш пайда жоқ. Жел Әзәзілінің құдіреті енді біздікі емес. Бұл жақ сойма, солай ма? Сенің біраз уақытқа жалғыз қалғаның дұрыс болар деп ойлаймын. Мына жерден шығып, әлгі жексұрындарды табайық. Ағаңда сықтырма. Ши Әзәзілінің көзін құрту өте қиын. Пайдалы бірдеңе істесеңші, Джейд. Сөредегі құрбақалар туралы көне кітапты алып кел. Джейд. Алғашқы желкенді кемелер желсіз күндері. Жел мүлде болмайтын төмен қысымды аудандарда теңіз бетінде жүзе алмайтын болған. Жетер жас бикеш. Сізді тура медпунктке апарамын. Медпункт. Негізі мен жел Әзәзілімен күреске арналған зақарымды толықтай бітірдім деуге болады. Тек бір қызығы неге Драго уысына түскен күшті пайдалануды әлі бастаған жоқ? Алло? Я, бұл Джейдтің ағасы. Мен қазір келем. Мектептен телефон соқты. Джейдтің денсаулығы болмай тұр дейді. Мүмкін бұл оның үнемі ішіп жүрген газды сусынынан болар. Ол әкесінен де сұмдық екен. Бірақ тып-тыныш отыр ғой. Әбжіландарда шабуылға шығар алдында тынышталып қалады. Біз мектепке барамыз. Алақай! Бүгін ішіме бірдеңе болған сияқты. Шырылдауын тоқтатар емес. Мынау не? Сен әбден шошынып қалған екенсің, кішкентай.